Кешкі 7-де менің жұмыс күнім аяқталды. 7:40-та мен өзімнің үйімде болдым. Ол күні жұма болатын, сондықтан кешірек ұйықтасам да өз еркімде. Мен теледидар көрейін дедім. Онда менің сүйікті сериалым басталып жатты. Сағат 12:56. Кенеттен есіктің қоңырауы басылды. Кештетіп кім келуі мүмкін деп ойладым. Есікке барып тесіктен қарадым. Ол жерде ешкім болмады. Есікті ашып дәлізге шығып қарағым келді. Бірақ бір қорқыныш мені тоқтатты. Қайтадан теледидар көруге отырғанда қоңырау тағы соғылды. Бұл жолы бәрі басқа. Қоңырау тоқтамастан соғыла берді. Ал тесіктен қарасам, ол жерде ешкім болмады. Өзіме кішкене болсын келіп, теледидар көруге қайтадан кеттім. Мен қатты ұйықтадым, бірақ ұзаққа емес. Мені ас бөлмесінен шыққан бір дыбыс оятты. Ең алдымен ойыма мысық келді. Бірақ бөлмемнің есігін ашқаным сол еді. Мен бір орында тоқтап қалдым. Мысығым тыныш жастықта ұйықтап жатты. Ал ас бөлмеден шыққан дыбыстар әлі басылмады. 1 минуттан кейін ас бөлмеде не болып жатқанын білуге шешім қабылдадым. Оның ащы дауысы мені әбден қорқытып тастады. Мен не істерімді білмедім. Бір кезде дәл жанымнан әлдененің өтіп бара жатқанын сездім. Мен оның не екенін көре алмадым. Өйткені үйдің кейбір ғана бөлмелерінде ғана жарық болды. Мен бірден бөлмеме жүгіріп кетіп, есікті орындықпен тіредім. Бәрі тынышталып қалды, бірақ жоқ. Кенеттен есікті тырнаған дыбыстар қатты шығып жатты, және ол менің атымды атап, мысқылдап күліп тұрды. Мен қатты қорқа бастадым. Денем тітіркеніп кетті. Осылай отырғанда таңдатып келеді. Тек сол мақұлықтың кеткенін күттім. Сағат таңғы 9:30. Есікті біреу қақты. Мен ашпадым. Сол кезде телефоныма звонок келді. Бұл менің құрбым Лия болатын. Мен бірден сыртқы есікке қарай жүгіріп есікті аштым. Оны құшақтап алып қатты жыладым. Ас бөлмеге барып болған жайттың бәрін айттым. Құрбым, сен ауыр жұмыстан қатты шаршаған шығарсың. Сенбейсің ғой, Алайда мен кешегі түннен қорқып қалғаннан кейін құрбымның үйінде қонуға мәжбүр болдым. Келесі күні таңда үйіме оралдым. Әдетім бойынша ас бөлмеге бардым. Бірақ мен бұл жайтты көріп қатты шок болдым. Мысығымның ішкі құрылысы түгел ақтарылып жатыр. Айнала қан-қан. Мен өз бөлмеме баруды жөн көрдім. Бірақ менің төсегімде өлі адамның денесі жатты. Мен қатты қорқып сол жерде жылап оттым. Кейіннен полиция шақырып, сол үйден кетіп қалдым. Одан кейін ол үйге барған жоқпын.